Сіз өлім қаупі төнгенде өз көзін жарып, жауына қарай қан шашатын мақұлық бар екеніне сенесіз бе? Бұл Голливудтың қорқынышты фильмі емес. Ол дәл қазір біздің планетамызда өмір сүріп жатыр. Ол өзінен 10 есе үлкен жыртқыштардың зәресін ұшырып, оларды есінен тандыра алады. Сәлем достар, бұл жануарлар шындық арнасы. Қош келдіңіздер. Егер сіз табиғаттың ең жұмбақ, ең таңғажайып әрі адам естімеген шындықтарын бірінші болып білгіңіз келсе, дәл қазір видео астындағы подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны қойып қойыңыз. Өйткені біздің арнада ғана сіз ұйқыңызды қашыратын нағыз шынайы мәліметтерді естисіз. Бүгінгі шығарылымда біз табиғаттың ең қорқынышты мутанты, жабысқақ мүйізді кесіртке туралы айтамыз. Ол неге көзінен қан атады? Дайын болыңыз, біз бастаймыз. Сыртқы түріне қарасаңыз, бұл кесіртке ертегідегі кішкентай айдаһарға ұқсайды. Оның бүкіл денесі өткір, қатты тікенектермен қапталған. Солтүстік және орталық Американың ыстық шөлдерінде мекендейтін бұл мақұлықтың ұзындығы бар жоғы 10-15 сантиметр ғана. Бірақ оның бойындағы қорғаныс жүйесі кез келген әскери бронынан асып түседі. Ол құмның астына тығылып, денесінің түсін айналаға мүлдем көрінбейтіндей етіп өзгерте алады. Оның жанынан өтіп бара жатып, сіз оны жай ғана тікенді тас деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Оның бірінші қорғанысы денесін ісіру айласы. Егер жыртқыш түлкі, қасқыр немесе жабайы ит оны байқап қалса, кесіртке екінші жоспарға көшеді. Ол өкпесіне ауаны толтырып, денесін доп сияқты екі есе ісіріп жібереді. Осы кезде оның денесіндегі барлық тікенектер тік тұрып, сыртқа қарай бағытталады. Жыртқыш оны жұтпақшы болғанда, өткір тікенектер тамағына тұрып қалады. Көптеген жыртқыштар осы кезеңде-ақ одан бас тартып кетіп қалады. Бірақ егер жау шегінбесе ше? Міне осы кезде нағыз сұмдық басталады. Екінші қорғанысы көзінен қан шашу, табиғаттың ең қорқынышты қаруы. Егер қауіп өте төтенше болса, кесіртке өзінің ең басты құпия қаруын іске қосады. Ол басындағы қан қысымын шегіне жеткізіп көтереді де, көздің айналасындағы ұсақ қан тамырлары қысымға шыдамай жарылады да, кесіртке тура көзінің бұрышынан жауына қарай қан ағынын шашады. Бұл жай ғана қан ағу емес, бұл нағыз лазерлі қару сияқты. Қанның қысымы сондай жоғары, ол 1,5 метр қашықтыққа дейін ұшып барады. Кесіртке жауының тура көзі мен аузын нысанаға алады. Салыстырмалы түрде айтсақ, бұл адамның өз басынан бір шелек қанды бір сәтте атып шығарғанымен бірдей сұмдық құбылыс. Бұл қанның құпиясы не? Неге жыртқыштар шошып қашады? Ғалымдар ұзақ уақыт бойы бұл қанның неге жыртқыштарды шошытатынын түсіне алмады. Кейін белгілі болғандай, мүйізді кесіртке тек улы құмырсқалармен қоректенетіндіктен, оның қанында ерекше химиялық улағыш заттар жиналады. Бұл қан жабайы иттер мен түлкілердің аузына тигенде, олардың жүрегі айнып, ауыздарынан көбік ағып, есінен тана бастайды. Олар бұл сұмдықты көргенде кесірткені нағыз жын шайтанға балап, артқа қарамастан қашады. Ең қызығы, бұл қару құстарға әсер етпейді. Сондықтан кесіртке бұл әдісті тек сүтқоректі жыртқыштарға қарсы ғана қолданады. Жабысқақ мүйізді кесірткелер негізінен солтүстік Американың, яғни ақш-тың оңтүстік батысы мен Мексиканың ең ыстық, құрғақ шөлді және жартылай шөлді аймақтарында мекендейді. Олар аптап ыстықта өте төзімді. Күндіз күн асты қызғанда, олар құмның астына сүңгіп кіріп кетеді де, тек мүйіздері мен басы мен көзі ғана сыртқа шығарып айналаны бақылап жатады. Түнде шөл дала суытқанда, олар құм астынан жылынып ұйықтайды. Ал енді оның тамақтануына келейік. Бұл кесіртке нағыз талғампаз аңшы. Оның негізгі асы улы шаққыш құмырсқалар. Ол басқа жәндіктерді де жей алады, бірақ диетасының 90% тек осы улы құмырсқалардан тұрады.
Кесіртке құмырсқаның илеуінің жанына келіп қимылсыз тұрады да, ұзын әрі жабысқақ тілімен оларды бір-бірлеп қағып алып тірідей жұта береді. Кәдімгі жануарды өлтіріп тастайтын құмырсқаның уы бұл кесірткеге ештеңе істей алмайды. Керісінше, оның асқазаны бұл уды қорытып, бүкіл денесіне таратады. Жаңағы біз айтқан көзден ататын қанның соншалықты сасық әрі улы болатыны осы жеген құмырсқаларының уынан пайда болады. Демек, оның тамағы оның ең басты қаруы. Жабысқақ кесірткелердің көбею процесі де өте қызық. Көктем шыға бере, қысқы ұйқыдан оянған соң, еркек кесірткелер ұрғашыларын іздей бастайды. Шағылысып болғаннан кейін, ұрғашы кесіртке болашақ ұрпағын қорғаудың қамын жасайды. Жұмыртқа салу кезеңінде ол құмды терең қазып, ішіне 10 немесе 30-дан жұмыртқаларын салып, үстін ешкім байқамайтындай етіп құммен қайта көміп тастайды. Жұмыртқаларды салып болған соң, аналық кесіртке ешқашан оларға қайтып келмейді. Балалары құм астында күннің жылуымен өздігінен дамиды. Шамамен 2 айдан кейін жұмыртқадан ұзындығы бар жоғы 2-3 сантиметрлік кішкентай кесірткелер жарып шығады. Олар туыла сала өте тәуелсіз. Бірден құм астында тығылуды және кішкентай құмырсқаларды аулауды біледі. Ең қызығы, бұл кішкентай шақалақтардың да денесінде бірден тікенектері болады және қауіп төнгенде олар да көзінен қан шашу инстинктімен туылады. Достар, осы бір кішкентай ғана кесірткенің бойында осындай сұмдық қасиет бар екеніне сеніп пе едіңіз? Егер сіз табиғатта осындай көзінен қан шашатын тіршілік иесін көрсеңіз, не істер едіңіз? Өз ойларыңызды міндетті түрде пікірге жазып кетіңіздер. Каналымыздың алға басу үшін видеоға лайк басып, досыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Жануарлар шындығы арнасында әлі ашылмаған құпиялар өте көп. Келесі шығарылымда кездескенше аман сау болыңыздар.